Достар, сәлем. Бүгін осындай шоколадты, өте дәмді кекстер пісіретін боламыз. Соңына дейін көріп, ұнап жатса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Қажетті заттар: сары май, жұмыртқа, сұйық май, қант, сүт, шымшым, тұз және бұл жерде какао, ұн және қопсытқышты араластырып қойдым. Алдымен бөлме температурасындағы сары майды аламыз және үстіне қант саламыз, шымшым, тұзды саламыз және барлығын миксермен араластырамыз. Май мен қантты біріктіріп алдық. Енді үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз және тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Сұйық май және сүтімізді құямыз. Тағы да миксерлейміз. Мінекей сұйық массамыз осылай дайын болды. Ұн, какао және қопсытқышты араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін бірден сұйық массамыздың үстіне саламыз. Миксерлейміз. Қамырымыз дайын болды. Мінекей қоюлығы осындай болады, қоймалжың қаймақ сияқты. Енді кондитерлік қалташаға саламыз. Осындай кекске арналған форманы пайдаланатын боламыз. 4 бұрышты. Енді қамырмен осылай толтырып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Бетіне шоколадтан глазур дайындаймыз. Ол үшін сливкиді, яғни клегиді микроволновкаға ысытып аламыз. Ысытылған клегидің үстіне шоколадты осылай бөліп саламыз. Шоколадымыз ериді. Ерігеннен кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей осылай араласты. Енді толықтай суытамыз. Біздің кекстеріміз пісіп шықты. Мінекей осылай әдемі болып көтерілді. Енді бетіне жаңағы шоколадты глазурымызды қиып шығамыз. Кез келген осылай кокосовый стружки немесе дәндермен әдемілейміз. Мінекей осындай өте әдемі әрі өте дәмді кекстеріміз дайын болды. Кез келген қонақ дастарханына қоюға болады. Әдемі көрінеді. Достар, егер видео ұнаса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.
және жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ас болсын.